Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қандай сабақ өтуіміз мүмкін? Назар аударайық. Балалар, біз не естідік? Дұрыс айтасыңдар. Дыбыс естідік. Біз бүгін дыбыс пен әріп туралы өтеміз. Дыбыс пен әріп. Адамның құлағы 1 секунд ішінде 16-дан 20 мыңға дейінгі дірілдің нәтижесінде пайда болған дыбысты қабылдап естиді. Айтылған дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп оқу үшін оларды графикалық таңбалармен белгілейді. Сондықтан оларды әріптер деп атайды. Бірінен кейін бірі рет-ретімен орналасқан әріптердің жиынтығы алфавит деп аталады. Қазақ тілінде орыс графикасы арқылы белгіленген 42 әріп бар. Дыбысты естиміз және айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Ал сол дыбыстар бізде дауысты және дауыссыз болып үлкен 2 топқа бөлінеді. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Олар жуан және жіңішке болып 2-ге бөлінеді. Ал дауыссыз дыбыстар болса, үнді, ұяң, қатаң болып 3-ге бөлінеді. Ендеше тапсырмаларды орындауға кірісейік. Адасқан әріптер ойыны. Адасқан әріптерден сөздер құра. Ендеше өзіңді тексеріп көр. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бейнесөзді шеш, яғни сурет атауларының бас әріптерін қосып оқып, жаңа сөз жаса. Оған дыбыстық талдау жаса. Келесі тапсырма. Шашылған буындарды сәйкестендір. Ұйқас сөйлем қарастырып көр. Үлгіге назар аудар. Оқулықпен жұмыс. 13-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Және де өлең бойынша берілген сұрақтарға жауап беріп көр. Келесі жаттығуға назар аударайық. Мәтінді көркем жаз. Соңғы сөйлемдегі сөздерге дыбыстық талдау жаса. 15-ші жаттығуға назар аударайық. Мақалдардың жалғасын тауып жаз. Бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыс түрлерін ажырат. Шығармашылық үзіліске кезек берейік. 16-ші жаттығу. Суреттегі торкөзге В әріпі бар сөздерді тауып жаз. Және сол сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Балалар, үй тапсырмасы 101-ші беттегі 17-ші жаттығу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.